Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары. Қазақтың қорқатынын менізеп, жабайы айғыр Жәнібек Әлемханұлыны мазақ етті. Подписация боламыз, лайк басуды ұмытпаймыз. Орта салмақта WBO чемпионы доминикалық Карлос Адамес осы дивизионда WBO және IBF титулдарына ие. Қазақстандық Жәнібек Әлемханұлыны мазақ етті деп хабарлайды. Жабайы айғыр атанып кеткен чемпион әлеуметтік желіде Адамес Жәнібек Әлемханұлына қатысты жазылған жарияламаға ретвит жасады. Доминикалық ол жерде жылқыдан қашып бара жатқан адамның эмоциясын бекіткен екен. Бұл қазақстандық боксшы доминикалық чемпионмен айқасудан қашып жүр деп мен сезген. Өйткені Адаместің лақап аты бронза, яғни жабайы айғыр дегенді білдіреді. Жариялама Канеломен айқасу туралы ал Boxing King басылымының әлеуметтік желісінде жарияламада. Әлемханұлы орта салмақта абсолют атануға тырысудан гөрі суперорта дивизионда Саул Канело Альвареспен жекпе-жек басылымдық беріп жүргенін айтылды. Еске салайық, Жәнібек 5 сәуір Астанада рингке оралып, франциялық Анюэль Нигамесингмен айқаста титулдарын қорғайды. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.